Спорттан кейінгі өмір өте ауыр дейді. Енді көбі біраз білет бізді спорттан қалай шеттетіліп кеткеніміз. Содан кейінгі кезең бір өте өмірімде бір ауыр кезең болды. Андай бәрін тастап кетем деген сондай бір шетелге кетем, ештеңке болды, ештеңе керек қызық емес деген қатты бір ондай іште күйіну кездер болды да. Соған қарамастан сол кезде жаңағы енді біраз есікке бардым, біраз директорларға бардым жұмысқа алыңдар деп. Сол кезде де бір керек емес болып қалғандай сезімдер болды. Соған қарамастан ойладым өзім. Жоқ, енді мен осы кезеңнен бастап бір жерде бір жалынып отырмасын деген сондай. Ұстаным болды да. Бір ешкімге жалындырмай ақ қойшы, мен жалынбаймын деп. Сондай бір мақсат қойып өзіме тәуекел етіп едім. Өз орын жұмыстар шыға келді. Ол кезде жұмыс бастап, сөйтіп жаңағы Каркен Ахметов атындағы мектеп интернатында республикалық сол жерде зам директор болдым. Ол жерде енді үлкен жақсы бір өмірімде қажетті бір білікті бір мамандылық алдым да. Өйткені 2 рет мен Астанаға министерствоға жаңа отчет тапсыруға барған кезде, сол кезде Айша Рахимовна мені 2 сутка қинаған кезде сол кезде ойландым мен, мынау оңай жұмыс емес екен ғой деп. Сонда бюджетті қорғау деген өте қиын екен.